Так, огородтар онша қатты өспеген екен. Өзімнің огородтарым өспеген. Бірақ та мен мына жақта басқа да огородтарды тазалауым керек, өйткені ол менің жұмысым. Осы жұмыс арқылы мен осыны істеу арқылы, яғни өзімнің ақшамды таба аламын. Сондықтан ананың барлығын естіп жинап тастаймыз. Бүгін менің кезегім как раз, так, өзімнің кезегім болса да, болмаса да осы мен вообще огород жинамаймын, только өзімдікін жинаймын деп қоя салам. Қалғандары өздеріңіздің жинай саласыздар. Ема бүгін ауылда жителдер тағы да жоқ па? Емай банды ғана бір военный жителмен бір тағы бір екі жител, и сосын бір военный жителдерден жүреді ғой. Ол военный жителдер не үшін жүргені мен түсінбедім. Әйтеуір бірдеңе болып қалған сияқты, біреулер жоғалды ма или тағы да түсінбедім. Короче, неғып жүргенім сұрайын ба деймін. Уже мен үйден кіріп шығамын дегенше жоқ қой, уже мына жерлерде тұрады, мына жерлерде сөйлесіп тұрады. Ана мердің үйінде күтіп отқан тұғын мерді. Сұрағым негізінде не істеп тұрсыңдар? Военный жителдер не істеп жүрді сұрағым. Жителдер жоғалған ба бір бәле дейді. Короче, сосын ана мерді күтіп жүрміз. Мердан рұқсат алу керек деді ма, или бір справка алу керек деді ма, білмеймін не айтқан, түсінбедім. Короче, бірдеңелер айтты, соны түсінбедім. Короче, сосын үйге кіріп кеттім, үйге кіріп бірдеңе алып шығамын деп ойлағам бір затты. Сөйтіп сразу жоқ қой, аналар жоқ, сразу кетіп қалған ғой. Үйге кіріп шығам дегенше вообще кетіп қалған. Қақы кеткенін білмеймін, әйтеуір бір жаққа кетіп қалды, жақтарға қарай кеткен тұғын. Так, все болды. Мыналарды жинап тастадым. Мердің үйінде ешкім жоқ. Так, мына жақта. Мына жақта деген мықты нелер бар ғой. Алмазный, басқа да изумруд дегендер. Бірінші ауылдың бюджеті сояқта қазір бюджет жинап жатыр екен, ақша жинап жатыр екен. Мер ауылдан ақша жинап жатыр. Соған бір күшті бір деңгейлер салам деген тұғын. Екенін не салатынын білмеймін. Әйтеуір магазин, или аурухана, или дүкен. О, магазин, дүкен. Қалай болды? Короче, сондай бірдеңелер саламын деген. Так. Ё-моё, ауылда ешкім жоқ, іш пысады екен, кәдімгідей. Так. Тоқтай тұрыңдаршы. Бір дауыс естіле ма, я? Так. Сіздерге естіліп тұр ма, естіліп тұрған жоқ па, білмеймін, бірақ бір дауыс естіледі ше. Так, мына жақтардан шығып жатыр ма? Так, опа, мынау не? Опа, темір тор. Ё-мо, мынау не? Так, нар тәуекел деп түсіп көрейік ал. Так, ё-моё. Так. Байт, мынау не? Ана жақта военный жителдер тұр ғой. Бәсе, осылар қуаңда қолда жүрген. Ё-моё, мынаның дауысын қара. Мынаның аузы деген ашылып қалған ғой. Так, түтір, мен мыналарды құтқарып алуым керекпін. Так, мен үйге бар өзімнің заттарымды алып алайын. Мыналарды срочно құтқару керек. Бәсе, қаға жоқ болып кетті деп қоямын. Құбыжыққа ұсталып қалған екен ғой. Ё-моё. Так, мына жақта менде өзімнің заттарым бар. Так, осыны сындырамыз. Все болды. Міне өзімнің құпия заттарым мына жақта. Так, мыналарды алып алайын. Так. Үстімізге киіп алайық мыналарды. Так, ё-моё, киілінбей жатыр. Так, сосын болды, киіп алдық. Так, ал енді қолымызға ару-жағарды ұстап алайық. Так, мынаны ұстап алайын. Кеттік, ал нар тәуекел, қорықпа Олжас. Оян, Олжас, қорықпа. Давай. Так, ана құбыжықты өлтіріп, сен ана жителдерді құтқарып алуың керексің. Так, мына жақтарды қазамыз. Ойбай. Ё-моё, тұрын қараңдаршы. Тұрын қорқынышты. Құлағым. Құлағым, ё-моё, дауысы қатты ғой. Так, мынаны бүйтіп жеп аламыз. Бейтіп тұрамыз да, мәсі. Кет. Құлағым. Ё-моё.
ойбай. Құлағым дауысы қатты. Дауысы ағашты онан. Ема железа берген айтам да, еще гүлмен. Так. Жетелдер, военный жетелдер. Жайша қамалып отсыңдар ма сендер? Қазір сендерді босатып жіберейін, ананы сындырып тастайын. Сосын ананы сындырамыз. Оппана. Болды, боссыңдар, шыға беріңдер. Военный жетелдер, сендер, сендер мақұл, қарапайым жетелдерсіңдер. Сендерге не жоқ, ё-моё. Бірақ мына құбыжық өте қорқынышты, сендер тем более қолдан жабысқан түсінуге болады енді сендер. Так, жетел не болды? Сендер осы үшін келіп пендер біздің ауылға. Негізінде осы жайлы келген болатынбыз біз сендердің ауылдарынан. Сөйтсек мына құбыжық өте мықты болып шықты. Бізді бір удардан талдырып тастады да осы темір торға бізді қамап тастады. Өзіміз түсінбей қалдық қой кәдімгідей деген. Бәсе, көрініп тұр, дауысы да қатты екен. Көріндір ма қалай өлтіргенді бүйтіп қолынан ұстап тұр, қолын қайыстырып, мән деп қылышты тығып алдым, көрінер ма? Көрді, мықты екенсің, сен өте батыл екенсің, молодец. Мені кім деп тұрсыздар? Сендер деген деп мақтана бермей қой, неге шық қой. Болды, жарайды, сен өте мықты екенсің, батыл екенсің. Негізінде ойлағанбыз сені қорқып келмейтін шығар деп ойлағанбыз, негізінде сені қорқақ деп ойлағанбыз. Мен бұны білгенде құтқарым ойнайтын. Мен деген батылмын, мен ешкімнен қорықпаймын. Так, болды, онда шыға берсеңіздер болды, жетел жиналамаңдар. Олжас, рахмет, сен бізді талай құтқарып, талай көмектесіп жүрсің, сен бізге өте қатты рахмет, Олжас. Жарайды, ештеңе етпейді, жарайды, жақсы, давай, жетелдер өздерін шыға беретін шығарсыңдар, өзіміз алып шығамыз, ойнама, Олжас. Болды, жарайды, давай. Ана құбыжықтың дауысы деген ащы, жағымсыз, ұнамады ананың дауысы. Құлағымды ауыртып жіберді ғой, ё-моё. Так, бүгін бір жақсылық жасадым, өте керемет. Бүгінгі жақсылығым үшін әлхамдулиллах деймін. Так, мына ойбой, қоя тұр, мынаны алып тастайын, үстіндегі киімдерді шешіп тастайын. Өзіме қайтадан алып аламыз. Былайынан өтірік салайын, жинамайық. Все, болды. Железаны өзімізде тұра берсін, енді жарайды, мен былайынан салып қоямыз. Мынаны былайынан жаққа салып қояйық. Все, болды. Енді өзімнің армен қарай тірліктерімді істей берейін. Так, алгоритмдарды жинап қойыппын. Ана құбыжық тірлік беткен ба?